Зина жасауды тоқтата алар емеспін деген сұрақ өте қиын сұрақ. Адам баласы әлсіз жаратылыс. Әлсіз жаратылыс болғандықтан адам күнәға барады. Әлсіз жаратылыс болғандықтан адам қателеседі. Әлсіз жаратылыс болғандықтан адам өз-өзіне ие бола алмай қалады. Хайуандарда белгілі бір инстинкт бар. Олар белгілі бір уақыттарда ғана жұптасады. Белгілі бір мақсатпен ғана жұптасады. Адам баласында сана бар. Не болмаса тіпті ләззат үшін жұптасатын жануарлардың ішіндегі бірегей адам баласы дейді. Сондықтан да кейде біз осындай арзан ләззат үшін сондай бір жағдайларға барамыз. Шын мәнісінде адам осындай жағдайға баратын кезде пайғамбарымыз айтады, пайғамбарымызда хадис бар. Мұсылман адам зина жасаған кезде мұсылман болмайды дейді. Яғни ол кезде онда мұсылманның сипаты болмайды. Сондықтан да ол біреудің ары, біреудің өмірі, біреудің болашағы. Яғни сіз былайша айтқан кезде біреудің өміріне балта жауып жатырсыз.